Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бір жасағаннан сәтті шығатын осындай керемет пирожкидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Пирожкиді жасау үшін бізге картошка, пияз, жұмыртқа, аскөк және ұн қажет болады. Картошканы осылай ұзынша етіп турап, әрі жұқа етіп турап, бірден үлкен табағыма саламын. Өйткені алдағы уақытта бұл картошканы суға қайнатып, пісіріп алуым қажет. Енді осы дайын болған картошкамыздың үстіне суымызды құямыз. Картошка суға батып тұратындай етіп құямыз. Келесі ыдысымызға жұмыртқаларымызды саламыз. Жұмыртқаны да суда қайнатып алатын боламыз. Мінекей жұмыртқа менен картошкамды отқа қойып, суда қайнатқалы жатырмын. Қайнағанша бетін жауып қоямыз. Жұмыртқа менен картошкамыз мінекей пісіп дайын болып қалды. Енді картошкамызды сүзгіден өткізіп, картошкасын бөлек басқа ыдысқа салып аламыз, ал суын бөлек алып қоямыз. Өйткені алдағы уақытта бізге картошканың суы қажет болады. Езгішпенен картошкамызды осылай бір тегіс етіп, жақсылап езіп аламыз. Жаңағы картошканың алып қойған суын біртіндеп жайлап құйып отырып, тағы да езгілейміз картошкамызды. Бір қалыпты әдемі қоймалжың болып шығу керек біздің сұйықтығымыз. Мінекей әдемелеп езіп алдық. Енді осы сұйықтықтың үстіне жұмыртқамызды саламыз. Мен 2 жұмыртқа салдым. Салынған жұмыртқаны осылайша жақсылап қозғап, араластырып аламыз. Бір ас қасық құмшекер қосамыз. Жарты қасықтай тұз қосамыз. 20-25 граммдай дрож қосамыз. Енді осы салынған қоспалардың бәрін жақсылап араластырып аламыз. Мінекей бізде өте әдемі сұйықтық пайда болды. Енді осы сұйықтығымызға жайлап ұнды қосып отырып, пирожкидің қамырын илеп аламыз. Мен пирожки жасау үшін 500 граммдай ұн алдым. Және оны біртіндеп осылай қосып, араластырып отырып, қамырымызды илеп аламыз. Пирожкидің қамыры жұмсақ, нәзік болып шығу керек. Мінекей менің қамырымда дайын болып қалды. Кішкене сұйық май қосып жібереміз. Сосын тағы да илеп. Келесі табаққа майымды жағып, иленген дайын қамырымды осы табаққа саламын. Сосын бетіні жауып, жапқышпен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Шамамен 45-50 минутта біздің қамырымыз ашып, дайын болу қажет. Енді осы екі аралықта
пирожкидің ортасына салатын салмамызды дайындаймыз. Пиязды алып, мінекей ұсақтап турадым. Одан соң жұмыртқамды да ұзынша етіп кесіп алып, жұмыртқамызды да ұсақтап турап шығамыз. Ас көгімізді тураймыз. Табамызға май құйып, пиязымызды қуырып аламыз. Пиязымызды 1 минуттай ғана қуырамыз. Өйткені кішкене тірілеу болғаны дұрыс. Бір шыж-быж еткізіп аламыз пиязды. Қатты қуырмаймыз. Үлкенірек ыдысқа жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне ас көгімізді саламыз. Одан соң жаңа қуырылған пиязымызды саламыз. Сөйтіп осы қоспалардың бәрін жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салмамыз да дайын болды. Бір шетке алып қоямыз салмамызды енді. Дәмін келтіру үшін кішкене тұз қосамыз. Мінекей менің қамырым да дайын болып қалды. Байқасаңыздар өте жұмсақ, үлпілдек болып ашыған. Енді осы қамырымыз табақтан түсіріп алып, осылайша илейміз. Қамырымыз қолға жабысқыш әрі жұмсақ. Осылайша ұзынша тілім етіп, қамырларымызды бөліп кесіп аламыз. Қолға жабысқыш болғандықтан кішкене қолымызға майды жағып отырып, майдың көмегіменен осылайша дөңгелектеп бәрін бөлек қоя бастаймыз. 10-15 минуттан кейін саусақтың ұшымен жаңағы дөңгелектеп қойған қамырларымызды саусақтың ұшымен осылай жаймалап шығамыз. Пирожкидің формасына келтіріп жаймалаймыз. Одан соң осы қамырлардың үстіне салмамызды саламыз. Қамырдың жан-жағын жинақтап, ортасына келтіріп, осылай ас түсіне түсіріп, саусақтың ұшымен дөңгелектеп шығамыз. Кішкене жаймалап қоямыз қамырларымызды. Мінекей менің пирожкиге дайындаған қамырларым дайын болды. Бетін жауып қоямыз қатып қалмас үшін. 10-15 минуттай тынып тұрғаны жақсы, көтеріліп әдемі болады. Осы аралықта табамызға майымызды құйып қыздырамыз. Одан кейін мінекей дайын болып қалған қамырларымызды пирожкидің қамырына алып келіп майға саламыз. Мінекей менің пирожкиім майда қуырылып жатыр. Астын үстін аударып тұрамыз осылайша. Қатты күйіп кетпеу керек. Үлпілдек болып пісіп жатыр. Міне қатты көтеріліп, томпақ әрі үлпілдек болып пісіп жатыр. Пирожкиім дайын болып қалды. Енді майдан аламыз. Осылайша қалған пирожкилерімді осылайша пісіріп аламын. Астын үстін ауыстырып отырамыз. Сосын пирожкиді пісірген кезде отын кішкене пәсейтеміз. Орташа отта пісірген дұрыс. Өйткені пирожкиіміз күйіп кетуі мүмкін, егер қатты отта пісірсек.
Мінекей пирожкилеріміздің бәрін осылайша пісіріп алдық. Мінекей қандай әдемі болып пісті. Томпақ, әрі үлпілдек, жұмсақ. Егер сіздерге менің осы пісірген пирожкиім ұнаса, маған лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.